Түркістан қаласындағы Мұз сарайы спорт кешенінде біз терроризмге қарсы мұз ұранымен Қазақстан Республикасының Жастар Лигасы аясындағы кезекті тур ойындары өтті. Бейбітшілік пен татулықты ту еткен кездесуде Түркістан облысының Тұран Тайгерс командасы өз алаңында елордалық Барыс клубын қабылдады. Тартысқа толы кездесуде екі ұжымда жеңіс үшін барын салды, алайда көп жылдық тәжірибесі бар астаналық хоккейшілер шеберлік танытып ойын тағдырын өз пайдасына шешті. Айта кетейік, биылғы маусымда Жастар Лигасына еліміздің 13 командасы қатысуда. Қазіргі таңда түркістандық команда турнир кестесінде 9-шы орында тұр. Бізде бүгінгі болайын деп жатқан ойын ол астаналық Барыс командасы мен өзіміздің түркістандық Тұран Тайгерс командасы. Өздеріңіз білетіндей, Тұран Тайгерс командасы осы өткен жылдың тамызынан бастап Жастар Лигасына қатысуда. Жалпы Жастар Лигасы туралы айтатын болсақ, бұл өзі біздің оңтүстік Қазақстан кезінен бері тарихта алғаш рет құрылған хоккей командасы. Оған себеп біздің Түркістанда ең ыстық жерде орналасқан жыл 12 ай жұмыс істейтін ең соңғы заманауи қондырғылармен осы біздің мұз сарайымыз. Жаз айларында бүкіл Қазақстанның, көршілес Өзбекстан, Қырғызстанның командалары келіп өшеді. Оқу-жаттығу жиындарын өтіп жүр, хоккейшілер, мәнерлеп сырғанаушылары және шорт-трек. Біз негізі сол үш спорт түрлерімен айналысамыз. Және де мынау Тұран Тайгерс командасының қазіргі Жастар Лигасы туралы айтып кететін болсақ, жалпы Қазақстанда 13 команда Жастар Лигасына қатысуда. 13 команда демек 48 ойын өткізеді. Ол 48-дің 24-ін үйде өткізеді, 24-ін сыртта өткізеді. Әр кездесу 2 күннен тұрады. Сол біз кеше қабылдағанбыз Барыс командасын. Және бүгін тағы да ойнаймыз. Сонымен қатар іс-шара аясында біз терроризмге қарсымыз тақырыбында өткен жас суретшілер байқауының жабылу салтанаты өтті. Қазылар алқасының шешімімен жеңімпаздар мен үздіктерді ұлттық қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің бастығы Болат Қалмырзаев, облыс прокуроры Мұрат Тілеубердиев, полиция департаментінің бастығы Арыстанғали Заппаров, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ғалымжан Худияров марапаттады. Бағдаулет Ерланұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, 77 News.